Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді достар, қадірменді ағайын, сіздермен тажвид сабағымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ал-уақф тақырыбы. Уақф сөзі жалпы тоқтау, тоқтату сөзді бөлу деген мағыналарды білдіреді. Мысалға сіз Құран оқып отқан кезде деміңіз жетпеген жағдайда тоқтауға мәжбүр боласыз. Немесе аяттардың үстінде сізге тоқтау белгісін көрсететін бір белгілер тұрады. Оны алдыңғы сабақта өтеміз, Құдай қаласа. Мінекей осы кезде сіз тоқтайсыз. Мінекей осы тоқтауға уақф делінеді тәжвид ілімінде. Енді уақф ілімі тәжвидтің негізгі тақырыптарының бірі. Тәпсір және басқа да Құран ғылымдарын жеткілікті дәрежеде білмейтіндер осы тақырып төңірегінде қиналмау үшін ғалымдардың ұсынған жолдарынан пайдаланған дұрыс. Яғни араб тілін жетік білмеген, мағынасын, мысалы Құранды оқып отқан кезде мағынасын білмеген адамдар үшін осы уақф белгілері арнайы жасалынған, яғни арнайы қойылған аяттардың үстіне. Мағыналарды өзгертіп жібермес үшін, мағыналарды толық аяқтау үшін арнайы уақф белгілері жасалынған. Енді уақф орындары мен белгілерінің кейбір Құран нұсқаларында әртүрлі болып ұшырасуына ғалымдардың түрліше жорамалдары себеп болғандықтан бұл мәселеге қатысты қандай да бір дау тудырмайды. Яғни бұл жерде ешқандай бір дау жоқ. Мысалға Қазан баспасынан шыққан Құрандар бар, Мәдина баспасынан шыққан Құрандар бар, Түркиядан шыққан Құрандар бар. Мысалға ол жерлерде уақфтың өзінің белгілері бар ғой. Мысалға Құранда мына жерде тоқтайсыз деп көрсетіп тұратын белгілер бар. Мысалға мінекей мынандай белгілер бар, осындай мінекей белгілер қойылады. Осылар мысалға әр баспада әртүрлі келеді. Бірақ бұған қатысты ешқандай дау жоқ. Яғни қай жерден шыққан Құран болса да ол бәрі дұрыс болып есептеледі. Мысалы Қазан баспасында, Мәдина баспасынан белгілер өзгеше болуы мүмкін, басқа жерінде тұруы мүмкін, бірақ ол жерде Құранның мағынасына сай бәрі ескерілген. Сол себепті бұл жерге қатысты дау жоқ. Одан кейін Құранда қандай да бір себепке байланысты тоқтау парыз немесе харам болған ешқандай уақыт белгісі жоқ. Яғни сіз ештеңеден қорықпаңыз. Мысалға сіз мынаны оқып келе жатып, мына жерде тоқтамай өтіп кетсеңіз де, тоқтасаңыз да, ол бір харам болып немесе парыз болып есептелмейді. Яғни сіз үшін бұл қорқынышты емес, күнәһар болып қалмайсыз. Немесе ол жерде бір парызды орындамай кеттім дейтін бір қорқыныш жоқ. Яғни парыз немесе харам болған ешқандай уақыт белгісі жоқ. Осыны ескеріңіз. Енді Құранды оқу барысында тоқтау, тыныстау, бастау секілді мағынаға сай әрекет ету Құранды әдемі оқудың жартысы болып есептеледі. Яғни Құранды әдемі оқу үшін тоқтаған абзал. Енді мына жерде кеттік. Әрі қарай қай жерлерде біз тоқтаймыз? Бірінші бүгінгі өтетін сабағымыз осы мінекей мына қысқа ғана сабақ. Құрандағы аяттың қысқалығы мен ұзындығына, қысқалығы мен бір аят ұзын болуы мүмкін, бір аят қысқа болуы мүмкін. Әрі соңындағы тоқтау белгісіне қарамастан аяттың біткен жерінде тоқтау сүннет. Мәселен, мынау аят ұзындау аят, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. И аяттың мынау бітетін жерлері мінекей көрсетіп тұрады. Улаика аля худан мин раббихим ва улаика хумул муфлихун деп аяттың біткен жерінде тоқтау сүннет. Немесе мына жерде қысқа аят, мысалға тадау ман адбара ва тавалла, мысалы қысқа аят иза массаху шарру жазуа деп мына жерде тоқтау қысқа болсын, ұзын болсын сүннет болып есептеледі. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көбінесе осылай оқыған. Алайда тоқтамай өту де күнә емес. Мәселен, сіз мына аятты оқып келе жатсыз. Иза массаху шарру жазуа деп тоқтау негізі сүннет амал. Бірақ енді сіз деміңіз жетіп тұр. Иза массаху шарру жазуа ва иза массахул хайру мануа деп келесі аяттың соңында тоқтасаңыз, бұл яғни ештеңе етпейді, күнә емес. Тоқтамасаңыз да болады. Түсінікті, Егер бір жерде тоқтау керек болып, бір аяттың ортасында немесе соңында, сол сөздің соңындағы әріп харакатты болса, харакат оқылмастан әріп сукун ретінде тоқталады. Мысалға бираббин нас деген кезде Нас сүресінде осылай аяқталады, кәсірамен бираббин наси деп тұрады. Енді сіз бираббин нас деген сөзде тоқтайтын болсаңыз, мынау харакатты сукун қыласыз. Бираббин нас. Енді мысалға мына жерге тоқтайық. Мысалға мынау аят біткен жерде мінекей фатха тұр, Сіз оқыған кезде осы аяттың соңында тоқтаған кезде бұны сукун қылып тоқтайсыз. Өйткені харакаттар фатха, кәсра, дамма тоқталған кезде сукун болып тоқталады. Улаика аля худан мин раббихим ва улаика хумул муфлихун деп тоқтайсыз. Ал енді
Бұл аяттың соңында. Ал енді сіз сөздің ортасында тоқтағыңыз келіп отыр. Мысалға, мынау аятты оқып келе жатсыз. Мына жерге деміңіз жетпейді. Мына жерден тоқтау керек сізге. Сол кезде сіз қалай тоқтайсыз? يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون деп тоқтайсыз. يخدعون. Және мына жер мәтті арт болады, оны кейін өтеміз. Сол кезде содан кейін дем алып аласыз да وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون деп мына жерде да сукун қылып тоқтайсыз. Енді бұл түсінікті болды деп ойлаймын, жалпы. Енді одан кейін тағы бір ережеге кеттік. Егер сөздің соңғы әрпі вау және я әріптері харакатты болып, мінекей, сөздің соңы я әрпі болса, ол харакатты болса, немесе мына жерде вау тұрса, ол да харакатты болса, және алдындағы әріп даммалы болса, ваудың алдындағы, егер мына жерде вау келіп, соған сәйкес ваудың алдындағы әріп, син әріпі немесе басқа да әріп даммалы болса, немесе яның алдындағы әріп кәсірәлі болса, мінекей, я өзі харакатты болып кеп тұр, алдындағы әріп кәсірәлі болып кеп тұр, син. Харакаттары оқылмай, мәт табиғи ретінде тоқталады. Енді сіз мына жерде оқып келе жатып, дәл осындай форматта тоқтағыңыз келіп жатыр. Онда тоқталған кезде былай тоқталады. Яғни мына соңғы әріптің вау мен яның мына харакаты оқылмайдағы, алдыңғы әріптің харакаты, егер я болса, кәсірәсі, дамма болса, мысалы даммасы екіге мәт ретінде созылып оқылады. Мысалға, фәнәсия деп жазылады, сіз оқыған кезде фәнәси деп тоқтайсыз. Фәнәси деп. Енді бұл түсінікті деп ойлаймын, егер мына жерде вау келсе, ол да солай тоқталады. Енді егер сөздің соңы тәнуинді болса, дамма тәнуині, естеріңізде сақтаңыздар, дамма тәнуині немесе кәсіра тәнуині болса, сөздің соңы, немесе аяттың соңы, тәнуин оқылмай сукун ретінде тоқталады. Мына жердегі сияқты. Сукун ретінде тоқталады. Ал егер тәнуин фатхалы болса, тәнуин онда сукун ретінде тоқталмайды, әлифке ауысып, мәт табиғи сияқты созып оқығаннан кейін тоқталады. Мысалға, мына екеуіне тоқталайық. Егер сөздің соңы даммалы және кәсірәл тәнуин болса, мәселен, мінекей мына жерде даммалы тәнуин тұр, сөздің аяттың соңында. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. Көрдіңіз бе? هذا يوم عسير деп сукунды қылып тоқтайсыз. Немесе қазір мына жерде енді мына жерде қараңыз. Енді кәсірәлі тәнуин аяттың соңында, ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Көрдіңіз бе? Munhamir деп сукунды қылып тоқтайсыз. Мысалы, وحملناه على ذات ألواح ودسر. Сукун қылып тоқтайсыз. Көрдіңіздер ғой. Мына жерде де мінекей. Алдыңғы аятқа келейік, мысалға міне. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ деп сукун қылып тоқтайсыз. Көрдіңіз, мына жерде жаңағы айтып тұрған ереже, егер сөздің соңы тәнуинді болса, дамма тәнуині, мінекей, дамма тәнуині, кешіріңіздер, дамма тәнуині, көрдіңіздер, дамма тәнуині. Немесе кәсіра тәнуині болса, мінекей, кәсіра тәнуині тұр. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Бұл жерде де сукун қылып тоқтайсыз. Кәсіра тәнуині болса, тәнуин оқылмай сукун ретінде тоқталады. Мінекей, біз сукун ретінде тоқтадық. Енді, ал егер фатхалы тәнуин болса, мінекей, бұған да келеміз қазір. Міне фатхалы тәнуин кеп тұр. Фатхалы тәнуин кеп тұр. Тәнуин әлифке ауысып, ол жерде сукун болмайды, тәнуин әлифке ауысып, мәт табиғи сияқты созып оқығаннан кейін тоқталады. Мәселен, إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا деп мәт табиғи қысап әлифті бір тәнуиннің насын түсіріп тастайсыз, әлифке оқисыз. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا
Көрдіңіз ғой, иә? Осылай тоқтайсыз. Ал егер тәнуин кетіп қалған жағдайда, онда иллал мусаллин деп, онда сукун қылып тоқтайсыз. Соңы тәнуинді даммал тәнуин болса, онда сукун қылып тоқтайсыз. Валлазина фи амуалихим хаққун ма'лум деп. Тек мына фатхалы тәнуинде ғана сіз әғып созып оқисыз, егер сөздің соңында немесе ортасында осындай келетін болса. Енді жалпы сабақ түсінікті деп ойлаймын. Мінекей қадірменді ағайын, бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыз осы уақыф белгілерінің ең алғашқы сабақтары. Енді Алла нәсіп етсе, келесіде сіздермен Құранда келетін уақыф белгілерінің арнайы белгілеріне тоқталатын боламыз. Енді Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын, үйде жақсылап иншалла дайындалыңыздар. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.